Қытайлық жасанды интеллект аватарлар тікелей эфир кезінде тірі блогерлерге қарағанда көбірек тауар сата алады. 7 сағат ішінде цифрлық егіздер $7 миллион астам табыс тапты. Жасанды интеллектпен жасалған аватарлар нақты адамдардан да жақсы тауар сата алатынын көрсетті. Бұл Қытайдың Байду технологиялық компаниясымен танымал стример Лу Юнхао жүргізген бірлескен эксперимент нәтижесі. Трансляция барысында цифрлық егіздер Лу Юнхао мен оның жүргізушісі Сиамудың орнына жұмыс істеді. Аватарлар Лу Юнхао электронды сауда платформасында көрермендермен 6 сағаттан астам уақыт бойы тікелей эфирде сөйлесті. Бұл сессия 55 миллион юан, шамамен 765 миллион ақш доллар табыс әкелді. Салыстыру үшін, өткен айда Лу Юнхао өзі жүргізген алғашқы стримде ұзақтығы 4 сағаттан сәл асқанмен электроника, азық-түлік және басқа да тауарлар бойынша әлдеқайда аз тапсырыс түскен болатын. Аватарлар Байдудың генеративті жасанды интеллект үлгісімен жасалды. Ол 5 жылдық бейне жазбалар негізінде жүргізушілердің әзілдерін, сөйлеу мәнерін үйренген. Аватарлар үлкен артықшылық береді. Себебі компанияларға енді үлкен түсірілім тобы не студия жалдаудың қажеті жоқ. Олар тоқтаусыз трансляция жүргізе алады. Қытайда пандемиядан кейін стрим арқылы сауда жасау кеңінен таралып, сатудың балама арнасы ретінде қолданыла бастады. Суреттегі Гүлсара ханым жасанды интеллектті үйреніп, жасанды интеллекттің көмегімен алғаш рет өлең жасап, алғашқы өлеңін 15 мың теңгеге сатқан. Суреттегі 21 жастағы филиппиндік жігіт айына 4,5 миллион теңге табады. Бар болғаны жасанды интеллектпен жасалған мысықтар арқылы. Ол күн сайын небәрі 2 сағат қана жұмыс жасап, видеоларға мүлде кездейсоқ сценарийлер ойлап табады. Қазір оның каналына 600 мыңнан астам жазылушы және 500 миллионнан көп қаралым бар. Бүгін біз сіздермен бірге жасанды интеллект әлеміне терең үңілеміз. Бұл видео мүлде техникалық білімі жоқ адамға да түсінікті. Сізге керек бір ғана нәрсе, қызығушылық пен 1 сағат уақытыңыз. Сонымен, жасанды интеллект деген не? Қайдан шықты? Қалай қолданылады? Қалай табыс табуға болады? Осы сұрақтардың бәріне жауап берем. Жасанды интеллект адамның ақыл ойына ұқсас ойлау, үйрену, шешім қабылдау және тағы басқа қызметтерді атқара алатын компьютерлік жүйе. Нақты тапсырмаларды орындау үшін алгоритмдер мен деректерді пайдаланылады. Мысалы, сұраққа жауап беру, мәтінді жазу, сурет салу, бейнероликтер жасау, аударма жасау және тағы басқа тапсырмаларды орындайды. Соңғы ғасырдың жартысынан бері түрлі елдің ғалымдары адамның санасы сияқты әртүрлі функцияларды басқара алатын күрделі механизмді жасанды жолмен жасауға тырысып келеді. Әзірге адам санасының аналогы жасалған жоқ. Оны ғалымда жасанды интеллект дейді. 1956 жылдың жазында Джон Маккарти есімді америкалық бағдарламашы ақш-тың Дармонд колледжінде өткен ғылыми конференцияда бұл терминді алғаш рет қолданған. Ол компьютерлік бағдарламалаудағы ең алғашқы тілдердің бірі. Лиспиттің негізін салған. Жасанды интеллекттің дамуына қосқан үлесі үшін Маккарти зейнет жасында Тюринг премиясының лауреаты атанды. Шындығында жасанды интеллект Джон Маккартиге дейін де қолданылған.
тек оған дәл осы атау берілмеген болатын. Мысалы, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Алан Тьюринг есімді ағылшын математигі немістің құпия аппаратын бұзып, оны шифрдан шығаратын машина құрастырады. Алан Тьюринг соғыс кезінде Германияның әскери теңіз флотының хабарламаларына криптоанализ жасайтын ағылшын үкіметінің Хат 8 атауына ие тобына жетекшілік еткен. Ол немістердің Enigma аппаратының кодын бұзып, мыңдаған адамның өмірін сақтап қалады. Соғыстан кейін ағылшын ғалымы алгоритмдік анализ жасаумен айналысып, 1950 жылы компьютер интеллектінің деңгейін анықтайтын тест әдісін жасап шығарады. Тьюринг тесті бүгінгі күнге дейін қолданылады. Тарихта компьютер атасы деп аталатын аналитикалық есептеу машинасын құрастырған ағылшын математигі Чарльз Бэббиджді атағанымен жасанды интеллекттің көмегімен жұмыс істейтін алғашқы компьютерді Алан Тьюринг құрастырған. Оның ғылыми жұмыстары бүгінгі суперкомпьютерлердің құрылуына негіз болды. 20 ғасырдың соңғы ширегінде ғалымдар жасанды интеллектіні алгоритмдік ойлау шеңберінен шығаруды ойлайды. Нақтырақ айтсақ, жасанды интеллектіге ойлау шексіздігін сыйлау идеясы туындаған болатын. Ал оған дайын модель ретінде адам миының құрылымы таңдап алынады. Осылай нейрондық желі құрылды. Бүгінгі ғалымдар компьютер мүмкіндігін бірнеше мың есеге күшейткенімен, оны бағдарламалау кодын шеңберінен шығаруға қол жеткізбеді. Жасанды интеллект тіркесі адамның санасына жасанды жолмен жасау идеясы арқалағандықтан, ол адам сияқты еркін сөйлеу қабілетіне ие болуы тиіс. Осылай, соңғы 20 жылда жасанды интеллектіні дамытумен айналысатын институттарға нейроғалымдар мен нейробиолог, невролог, нейрохимик, ми ғалымы тартыла бастады. Нейрон адам миында әртүрлі функцияға жауапты жасуша болса, бағдарламалауда ол 0 мен 1 сандарының арасында ғана тұрақты микробірлік болып саналады. Смартфоныңыздағы Google Translate қосымшасы X алгоритмі негізінде жұмыс істейді. Яғни ол бір тілдегі сөздің екінші тілдегі аудармасына тең деген компьютерлік бағдарлама негізінде құрылған. Бұл нақты қайталанатын алгоритм негізіндегі жұмыс істейді және ол өзін-өзі дамыту мүмкіндігіне ие емес. Ал 8 жыл бұрын Google компаниясы смартфон камерасы арқылы жазылған мәтінді танып, оның аудармасын ұсыну функциясын жетілдірді. Бұл нейрондық желі көмегімен жүзеге асырылады. Сосын ол өзін-өзі дамыта алады. Себебі адам қолтаңбасы әртүрлі болуы мүмкін. Оны анықтау үшін нейрондық желінің төмендегідей әдісі қолданылады. Анықталмаған сөз немесе сан нейрондық желіні бірнеше кезеңнен өтеді. Алдымен нысан смартфон камерасы арқылы нейрондық желіге енгізіледі. Ал сөздегі әрбір әріп нейрондық желідегі 784 нейронды біріктіретін 2D өлшемді фиксель платформасында 28/28 фиксель жүйесі сканынан өтіп, Google Translate қосымшасының үлкен ақпарат қорындағы барлық сөздердің фиксельдерімен салыстырылады. Сосын фиксельдердің ең ұсақ нұсқасы таңдап алынып, аударылған сөз нәтижесі ретінде беріледі. Жүйе автоматтандырылғандықтан, тапсырма 1 секундқа жетпей орындалады. Google браузерінің іздеу принципі 28/28 фиксель жүйесінде негізделген.
Сіз сұратқан ақпарат компанияның дата орталықтарындағы ақпарат қорынан ізделеді. Браузер алгоритмі релеванттық анализдеу жүйесі сіз сұраған ақпаратты дәл анықтап, ретімен нақты ұсынуға үйретілген. Google ғалымдары адам миы мен көздерінің арасындағы ақпарат тасымалдайтын нейрондардың функционалдық жүйесін көшіріп алады. Қазір бұл әдіс Қытай үкімет халқын бақылауда ұстауға пайдаланып отыр. Ол көшелердегі камералардың көмегімен өтіп бара жатқан азаматтың бетін сканерлеу арқылы оның кім екенін анықтай алады. Өкінішке қарай, жасанды интеллект осындай мақсатта да қолданылып жатыр. Қазіргі таңда әлемдегі беделді ғалымдар жасанды интеллекттің дамуына екі түрлі көзқараспен қарайды. Бір тобы жасанды интеллект адам баласына еш қауіп төндірмейді деп сенсе, екінші тобы адамзаттың түбіне жететін жасанды интеллектке ие роботтар деп санайды. 2018 жылы SpaceX, SolarCity және Tesla Motors компанияларының жетекшісі Илон Маск бастаған жасанды интеллект саласындағы бір қатар сарапшылар «Бұл компьютерге сенесің бе?» атты деректі фильмде өздерінің жасанды интеллект дамуына қатысты пікірін білдірді. Олардың басым бөлігі жасанды интеллект дамуын бақылауда ұстау маңызы жайлы айтады. Илон Маск үндеуімен бірқатар белсенді ғалымдар жасанды интеллектінің қаупі жайлы Біріккен ұлттар ұйымына да арнайы хат жазған. Хатта жасанды интеллектіге ие әскери қаруларды бақылауда ұстау мәселесі көтеріледі. Олардың аргументтері салмақты. Себебі кез келген ел билігі әлемді аналогы жоқ суперқару иемденгісі келеді. Сол мақсатпен де олар құпия зертханаларды қаржыландырып, оларға қыруар ақша бөліп отыр. Мысалы, өткен жылы Қытай жасанды интеллекттің дамуына жұмсайтын қаржы көлемі бойынша ақш-тан озып, инвестиция көлемі 12 миллиард ақш долларға жеткізген. Қытай үкіметі 2030 жылға дейін жасанды интеллектіге 150 миллиард доллар қаржы бөлуге қоюды мақсат етіп отыр. Сондай-ақ Қытай қаржыландырып отырған жобалардың басым бөлігі Бейжің төңірегінде шоғырланған. Робот бізді алмастырса, роботтар әзірге әлемді жаулап алмаса да, белсенді түрде осыған ұмтылып келеді. Адамның қолы жетпеген жерге ойы жетеді. Мұның дәлелі бүгінгі заманауи роботтар. Адамзат баласы өзінің қолынан келмейтін көп шаруаны осы құрылғылар арқылы игеруде. Соңғы шыққан роботтар тіпті адамның кейпінде сөйлеп, ойлап та жүргенін жақсы білеміз. Бүгінде роботтар еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін біледі. Робот-хирург көмегімен күрделі ота жасалады. Соңғы 20 жылда Да Винчи хирург роботтарының көмегімен әлем бойынша 3 миллионға жуық науқаста ота жасалған. Да Винчи дәрігерге ота жасау аймағын HD сапада көруге мүмкіндік беретін хирургиялық жүйе. Ол ота аймағында кедергісіз жұмыс жасау үшін кішкентай пішінмен жасалады. Ал аспаз робот жеке робот емес, оны тұтастай асхана деп санауға болады. Аспаздың орнына босататын роботты адамға сәйкестендірген екі қолы бар. Осы екі қолының көмегімен ақылды құрылғы мәзірде тапсырыс берген пәрмен бойынша бұйрықты орындайды. Адам қанша уақытта дәмді әзірлей алса, робот та дәл сол уақытта және дәмді тамақ жасауға қауқарлы.
Бұл робоасхана сатылымға 2018 жылдан бастап шыға бастаған. Сонымен қатар бақташы робот деген де бар. Соңғы сынақ кезеңінің нәтижесі бойынша суакбот мал бағуға, заттарды орнынан жылжытуға, бау-бақша қарауға өте тиімді. Бұл құрылғыны жасау үшін Сидней университетінің ұстаздары аянбай тер төкті. Фермерлік шаруашылықта жандандыру үшін бұл салада роботтардың бірнеше түрі дайындалған. Бау-бақша жемістерін егіп, оны баптап, жемісін теріп алуға да жағдай жасайтын ол бүгінгі күннің таптырмас құрылғысы. Және де бау-бақша техникаларының қатарына қосылған тағы бір робот Ақбот. Оның қызметі бақшаны химиялық және механикалық тәсілмен барлық арамшөптерден арылту. Онымен қоса егін топырағын тыңайтады. Қойма роботы. Қоймадағы жүкті бір орыннан екінші орынға қозғалту үшін ойлап табылған құрылғы. Жұмысшыларға айлық төлегеннен гөрі осындай құрылғыларды сатып алып, өз жұмыстарын ілгері жүргізіп жатқан компаниялар көп. Мысалы, Қытайдың Every Precision Technology компаниясы жұмысшыларының 90%-ін дәл осындай роботтарға ауыстырды. Ал тасымалдаушы дрон жүктерді жеткізу қызметі үшін таптырмас құрылғы. Жаңа Зеландияның Даймонос Пицца қызметкерлері жұмыстарына көмек ретінде осы құрылғының көмегімен пицца жеткізуді әлде қашан бастаған. Үлкен кітапханаларда адамдар іздеген кітабын бірден таба алмайды. Осындай уақытта роботтың көмегіне жүгінсек, бірнеше минуттың ішінде іздеген кітабымызды оңай таба аламыз. Бұл роботтар Канзас-Ситидегі Миссури университетінде сынақтан өтіп, жоғарғы деңгейдегі құрылғы деп мадақталған. Шетелдік ойын-сауық орталықтарының көлік тұрақтарында қарауылдың қызметін күзетші роботтар атқарады. Жарты метрлік күзетшінің кеудесіне камера орнатып, GPS қойылады. Бұл Сан-Франциско және Калифорния қалаларында алғаш қызметін бастаған екен. Жауынгер робот дегенді естіп пе едіңіз? Бұл робот аралар тыңшының қызметін атқару үшін жасалады. Соғыс жағдайында және әскери оқу жаттығуларында өте тиімді. Бұдан басқа роботтар қандай тапсырманы орындай алады? Бухгалтерияда, сатып алуда, IT және қазынашылық салаларда да қолданылады. Қызметтерге виртуалды көмекші жасап береді. Ол қайталанатын әрекеттерді үздіксіз орындай алады. Бухгалтерлік есептен мысал 90 сайын ішкі есепке алу жүйесіндегі салық деректерін электрондық шот фактуралардың мемлекеттік порталдағы деректермен салыстыру керек. Excel 2 файлы жүктеліп салыстырылады. Бұған уақыт бөлу керек. Адам қателесуі, ауруы, ұмытуы мүмкін. Робот мұны берілген алгоритм бойынша автоматты түрде жасайды. Ол файлды жүктеп алып, егер сәйкессіздік бар болса, бухгалтерге жібереді. Қазақстандағы жұмыс берушілер 3-5 күн ішінде еңбек кизет сайтында еңбек шартының жасалғаны және бұзылғаны туралы ақпарат беруге міндетті. HR қызметкерлері оны қолымен жасайды. Қателесу немесе мерзімін өткізіп алуы оңай. Персонал көп болса, бұл үлкен мәселеге айналады. Көмекші робот келісім шарттарды өзі-ақ тіркейді. Роботтар электрондық шот фактура тураларды немесе қызметкерлерді алуға арналған құжаттармен байланыстыра алады. Дебиторлық
берешек туралы есеп жасай алады және контрактниктер мен борышкерлердің сенімділігін тексере алады. Ірі теміржол компаниясы еңбек шарттарын тіркеу процесін роботтандырды. Еңбек Кз сайтында ескі келісім шарттарды енгізу керек болған. Олар өте көп екен. Мамандардың есебі бойынша 3 адам құжаттарды сайтқа 1 жыл бойы жүктейді. Ал робот оны 1 айда бітірді. PCMG компаниясы маркетологтарға Nielsen жүйесіндегі есептермен жұмыс істеуді жеңілдететін процесті автоматтандырған. Роботтар аналитикаға қажетті деректерді жарнама кабинеттерімен жүктеп алады. Ғаламтор дерегіне сүйенсек, 2030 жылы Күншығыс елінде роботтардың жұмыс істеуіне байланысты 2,4 миллион адам қызметінен қысқартылмақ. Яғни, болашақта адамның қол күшін жасанды интеллекті бар роботтар алмастыратын болады. Бұл адамзат үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Себебі, бүгінгі болжам ертеңгі күні жүзеге асатын болса, одан кейін халықта технологиялармен емес, адамдардың жұмыссыздығымен күрес басталмақ. Сарапшылардың пайымдауынша, роботтандыру бірінші кезекте өнеркәсіп, қызмет көрсету, сауда-саттық саласында 7,4 миллион қызметкердің орнын босатады. Расымен солай ма? Ол уақыт еншісінде. Бір қызығы, робот қызметкердің уақытын күніне 30 минуттан 2 сағатқа дейін үнемдейді екен. Жалпы құлтемір қауіптенуге негіз жоқ. Олар адам қиялынан туған дүние. Демек, адамның қасында дәрменсіз, басым. Роботтардың бар болмысы бір ғана нүктеге байланысты болғандықтан, тоғын қазір ажыратсаңыз, қазір істен шығады. Жаппай роботтандыру дамыған мемлекет тұрғындарға ғана тән. Әлемнің көп бөлігінде болашақта адамның еңбегін пайдалану жалғаса береді. Роботты қолдану не қолданбау жұмыс берушіге экономикалық тұрғының тиімді болуына байланысты екенін ұмытпаған жөн. Еске сала кетейік, Астанадағы дәрігерлерге операция жасауға роботтар көмектесіп жатыр. Науқастардың жамбас және тізе буындарына ота жасалуда. Роботтың пайдасы сол қателесуге жол бермейді, дейді мамандар. Роботтың аты Страйкер Мако деп аталады. Бұл дәрігердің көмекшісі қызметін атқарады. Яки нақты қай жерге, қалай ота жасау керегін жоспарлап береді. Егер дәрігер ота жасау барысында қандай да бір қателік жіберсе, робот бірден өшіп қалады екен. Ал бұған дейін Астанадағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығында жамбас және тізеге роботтың көмегімен ота жасалмаған. Мәскеуден келген мамандар роботтың артықшылығын көрсетті. Робот операцияны дұрыс жасалуына көмектеседі. Дәрігерге қателесуге жол бермейді. Қарапайым тілде айтсақ, хирург роботтың қолын ұстап тұрады. Қанша кесу, қалай кесу керегін, протезді қою, барлығын роботтың нұсқауымен жүргізіледі. Қазіргі жасанды интеллект өміріміздің ажырамас бір бөлігіне айналды. Әсіресе студенттер үшін. Жасанды интеллект оқу мен жеке дамуға үлкен көмек береді. Уақытты үнемдеп, тиімділікті арттырып, тіпті қиын мәселелерді шешуге көмектесетін құрал ретінде жасанды интеллект студенттер үшін таптырмас көмекші бола алады. Енді студенттік өмірді қалай жақсартатынын қарастырып көрейік. Жасанды интеллект құралдары арқылы оқу әлде қайда оңай болды. Мысалы, ақпарат іздеу
ChatGPT немесе Google Bard, қазіргі атауы Gemini сияқты платформалар кез келген тақырып бойынша жылдам ақпарат беріп, уақытыңызды үнемдейді. Қиын мәтіндерді қарапайым тілмен түсіндіруге немесе қысқаша мазмұнын жасауға көмектеседі. Тіл үйрену Duolingo, Grammarly секілді қосымшалар жаңа тілдерді оңай меңгеруге көмектеседі. Жасанды интеллект уақытты жоспарлауды жеңілдетеді. Мысалы, кесте құру, Notion немесе Google календар сияқты құралдар арқылы тапсырмаларды жүйелі түрде ұйымдастыруға болады. Сіз өз тапсырмаңызды жазасыз, бұл құралдар барлығын уақыт бойынша қойып, бөліктерге бөліп, орындауға оңай болатындай жинақтап береді. Маңызды шаруаларды уақытында есіңізге салып, негізгі нәрсені ұмытпауға көмектеседі. Әр студенттің қажеттіліктеріне бейімделген оқыту мүмкіндіктері бар. Жеке оқу жоспары, Coursera, Khan Academy секілді платформалар жасанды интеллект арқылы әр адамға керек тақырыбына сай лайықты жоспар ұсынады. Тестке дайындық, IELTS немесе SAT дайындық платформалар арқылы қай жерде қате жасап жатқаныңызды анықтап, сол бағытқа жұмыс істеуге көмектеседі. Топпен жұмыс істегенде жасанды интеллект өте тиімді. Неге? Себебі ортақ құжаттарды бірден редакциялайды. Microsoft Copilot немесе Google Docs құжаттарды бірге өңдеуді жеңілдетеді. Яғни, әр компьютер әртүрлі уақытта жасаған құжаттарды жинақтап береді. Идея ойлап табады. Жасанды интеллект жаңа идеялар ұсынуға көмектеседі. Топтық тапсырма орындауда, презентация қорғауда, зертханалық жұмыстарды, тіпті студенттік кештерге ерекше идеялар тауып беріп, өміріңізді жеңілдетеді. Қаржылық сауаттылықты дамытуға да жасанды интеллект көмектесе алады. Бюджет құрып береді. Валетай қосымшасы қаржыны тиімді басқаруға көмектесіп, кіріс шығысыңызды бақылауда ұстайды. Шығындарды қысқартуға көмектеседі. Артық шығындарды анықтап, үнемдеу жолын ұсынады. Бүгінде мұғалімге арналған жүк аз емес. Күн сайынғы сабақ жоспары, оқушылардың білімін бағалау, құжат толтыру дегендей толассыз жұмысқа енді цифрлы технологияларды үйрену де қосылды. Бұрын тек күнделікті оқулық пен жеткілікті болса, қазір әр мұғалімнің сабағында түрлі платформалар мен жасанды интеллект құралдары болуы керек. ChatGPT, Hagod, Wizis, Wordwall, Gamma секілді платформалар бүгінде мұғалімдердің көмекшісіне айналды. Біреу сабағын интерактив қосса, енді біреу оқушыларды қызықты тесттер арқылы білімін тексеріп жүр. Әсіресе ChatGPT мұғалімдер арасында үлкен танымалдылыққа ие болды. Сабақ жоспары, эссе жазу, тіпті оқушының жеке деңгейіне қарай тапсырма дайындауға дейін көмектеседі. Бірақ осының бәрі осындай мінсіз бе? Әрине жоқ. Әр құралдың әр минустары бар. Ал мұғалімдер үшін бұл минустарды білу маңызды. Иә, жасанды интеллект керемет. Ол тапсырма дайындайды, мәтіндерді өңдейді, ақпарат жинайды. Бірақ бір нәрсені ұмытпаған жөн. Мұғалімнің жүрегіндегі сезімді ешқандай технология алмастыра алмайды. Мысалы, ChatGPT оқушының көңіл-күйін түсіне алмайды. Оқушы сабаққа көңілсіз келсе, жасанды интеллект оған жылы сөз айтып, мотивация бере алмайды. Бұл жерде мұғалімнің кәсіби тәжірибесі мен жанашырлығы таптырмас құрал болып қала береді.
Қазір мұғалімдер арасында жиі қолданылатын платформалар Kahoot, Quizzes, Wordwall, Gamma. Соның әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, Kahoot оқушыларға қызықты викторияны жасауға арналған тамаша құрал. Бірақ оның үлкен минусы қазақша мәтін енгізгенде көп қателердің орын алуы және интернетке тәуелділігі. Онлайн байланыс үзіліп қалса, сабақты қызықсыз қылып жіберуі мүмкін. Quizzes тест жасауға жақсы, алайда оқушылар сұрақтарды бір уақытта көре алмай, барлығы әртүрлі деңгейде жауап беріп жатқанда бақылау қиындайды. Wordwall ойын форматындағы тапсырмалар құрауға керемет. Бірақ тегін нұсқаларды құралдар саны шектеулі ғана. Келесі бізде Gamma. Презентация жасауға таптырмас құрал. Дегенмен оның кейбір анимациялары интернет жылдамдығына тәуелді. Және қазақ тіліне қолдау көрсету әлде жетілдірілмеген. Жасанды интеллект кейде дұрыс емес немесе қиынсыз шешімдер ұсынады. Кейде тарихи фактілерді шатастырады немесе қате ақпарат береді. Мұғалімдер бұл жағдайға ұсынылған мәліметтерді міндетті түрде тексеруі керек. Оқушылардың оқуға деген мотивациясын төмендеуі тәуелділік. Интерактивті платформалар оқушыларды бастапқыда қызықтырғанмен, уақыт өте келе бұл қызығушылық төмендеп кетуі мүмкін. Оқушылардың бар назары экранға ауып, мұғалімнің сабақ түсіндіруіне назар аудармай қалуы да ықтимал. Технологияның күн санап дамуы мұғалімдер мен оқушылардың оған тәуелді болуына әкелуі мүмкін. Мұғалімдер қарапайым әдіс тәсілді, дәстүрлі сабақ өту дағдыларын ұмытып қалуы мүмкін. Шығындар мәселесі. Кейбір платформалар бастапқыда тегін болғанмен, толық мүмкіндіктерін пайдалану үшін ақылы жазылым қажет. Мұғалімдер үшін бұл қосымша қаржылық шығынға алып келеді. Ал мектептер мұндай шығындарды әрдайым көтере бермейді. Жасанды интеллект пен заманауи платформалар мұғалімнің жұмысын жеңілдеткенмен, оны алмастыра алмайды. Оқыту процесі бұл тек білім беру емес, оқушының өміріне әсер ету, қолдау көрсету, бағыт-бағдар беру. Сондықтан технологияларды ақылмен пайдаланып, мұғалімнің басты құндылықтары әрдайым бірінші орында қалуы тиіс. Жасанды интеллект оқушының қолындағы чипсиді қару деп ойлап қалған. Оқиға Кенвуд жоғарғы мектебінің алдында болған. ақш-тың Балтимор округінде жасанды интеллект жүйесі мектеп оқушысының қолындағы Doritos чипсиі салынған пакетті қару деп қателесіп полицияға хабар берген. Таки Аллен есімді оқушы достарымен отырып, жеңіл тамақтанып отырған сәтте полиция қызметкері мылтық кезеніп келіп, оны жерге жатқызған. Тәртіп сақшылары жасөспірімнің қолына кісен салып, тінту жүргізгенмен ешқандай қару таппайды. Кейін полицейлер оқушыға жасанды интеллект түсіріп, күдік тудырған суретті көрсеткен. Онда Аллен қолындағы Doritos пакеті қаруға ұқсап көрінген. Балтимор округінде мектептерінде былтыр орнатылған қару анықтау жүйесі бейнебақылау арқылы күмәнді нысандарды анықтап, полицияға хабар жібереді. Мектеп әкімшілігі оқиғаға байланысты ата-аналар мен оқушыларға хат жолдап, бұл жағдайдың балаларға психологиялық әсер еткенін мойындады және оларға кеңесшілер тарапынан көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Жасанды интеллект жер сілкінісін бірнеше күн бұрын болжауды үйренді.
ақш пен Жапония ғалымдары жер сілкінісін олар болғанға дейін бірнеше күн бұрын болжауға қабілетті бірегей жасанды интеллект алгоритмін жасап шығарды. Зерттеушілердің айтуынша, жүйе сейсмикалық белсенділікті, жер қыртысының кернеу деңгейін, тіпті жердің магнит өрісіндегі өзгерістерді талдайды. Сынақтар көрсеткендей, модель Тынық мұхитының өрт сақинасы бойындағы бірнеше жер асты дүмпулерін, соның ішінде Жапониядағы жақында болған 6-7 балдық жер сілкінісін дәл болжауға қабілетті. Сарапшылар енді технологияны ерте хабарлау жүйелеріне біріктіруді жоспарлап отыр. Бұл халық арасындағы шығынды айтарлықтай азайтуға көмектеседі. Болжамдар дәл бола берсе, бұл сейсмологиядағы адамдардың өмірін сақтауға нағыз серпіліс болуы мүмкін. Жасанды интеллект 2 миллион қазақстандықты жұмыссыз қалдыруы мүмкін. Қазақстанда шамамен 2,5 миллион маманның кәсібі автоматтандыру қаупінде тұр. Алдағы 5 жылда олардың 1 миллионына дейін қызметкері жасанды интеллекттің жылдам таралуы салдарынан жұмысынан айырылуы мүмкін. 2029 жылға дейін шамамен 1 миллион қазақстандық маман қайта даярлаудан өтуі қажет. Жасанды интеллект, интернет сияқты құбылыс, интернет келгелі кейбір мамандықтар жоғалды. Бірақ сонымен қатар жаңа бағыттар мен кәсіптерде пайда болды. Бұл қалыпты және дұрыс процесс. Сол жағдай қазіргі жасанды интеллектпен де қайталанып жатыр. Қазірдің өзінде Астана Хаб білім беру платформасында жасанды интеллект пен оған қатысты салаларды қамтитын тегін онлайн курстардың алғашқы сериясы қолжетімді. Бұл курстар еңбек нарығының жаңа талаптарына бейімделгісі келетін мамандарға арналған. ChatGPT сұрағыңызға дұрыс жауап бермей жатыр ма? Бәрі сіз ойлағандай болмады ма? Мүмкін мәселе сұрақты қалай қойып жүргеніңізде шығар. Бұл видео дәл сізге арналған. Сәлем достар, бүгін сіздермен ChatGPT-ді қалай дұрыс қолдану керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен App Store-дан немесе Play Market-тен ChatGPT-ді скачать етеміз. Осы жерден іздейміз. Жүктелгенін толығымен күтетін боламыз. Бізде толығымен жүктелді. Енді осы ашу батырмасын басамыз. Басқан кезде осы жерде толығымен толтырып шығатын боламыз. Бізде осындай батырмалар шығады төменгі жағында. Сіз Google аккаунтпен немесе тіркелу арқылы, сонымен қатар егер телефоныңыз iPhone болса, Apple'мен жалғастырсаңыз болады. Енді мысалға тіркелеміз. Мына жерге электронды почталарыңызды жазасыздар. Продолжить батырмасын басамыз. Google-мен де кірсеңіздер болады. Google аккаунттарыңызбен осы жерден таңдаймыз. Егер сізде бір аккаунт болса, сонымен кіре беруге болады. Енді төменгі жағындағы продолжить батырмасын басамыз.
Достар, біз осылай сәтті тіркелген боламыз. Міне бізде қазір ашты. Енді осы жерге достар, енді ChatGPT-ға дұрыс сұрақ қойып үйренетін боламыз. Сізге әртүрлі қажеттіліктеріңізге қарай сұрақтарыңыз болады, соны дұрыс қоямыз. Қазір мен сіздерге бір мысал көрсетейін. Мысалы, маған пост жаз десеңіз, жауап жалпылама болады. Ал нақты сұрақ қойсаңыз, нәтиже де нақты болады. Дұрыс сұрақ: Instagram үшін қазақша мотивациялық пост жаз. Тақырыбы білімнің маңызы 100 сөз деп жазатын болсам, ол маған нақты жауап береді. Мысалға, қазір көрсетейін. Маған пост жаз деймін. Маған пост жаз. Көрдіңіз бе? Бірақ нақтырақ айтып өтші, қандай тақырыпта пост жазайын. Мысалы, сұлулық, мотивация, бизнес, білім, тағы басқа. Және қай платформаға арналған: Instagram, Telegram. Сонда стиль мен форматты дұрыстап таңдап берем дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін сұрақты нақтылап қою керек. Мен мысалы қазір жазайын мына жерге: Instagram үшін қазақша мотивациялық пост жаз. Тақырыбы білімнің маңызы, ұзындығы 100 сөз. Енді жібереміз. Қазір бізде іздеп жатыр. Осылай ChatGPT-ға нақты тапсырма беріңіз. Кім үшін, не үшін, қандай стильде, не туралы. Сол кезде толық жауапты алатын боласыз. Міне сұрауың бойынша 100 сөз шамасында мотивациялық пост, білім осылай көрсететін болады. Көрдіңіз бе? Төменде қай стильде жазайын деп сұрайтын болады. Сіз өзіңіз таңдайсыз. Қай стиль керек? Оның барлығын нақты жазсаңыз, сізге айтып береді. Сонымен қатар, егер стиль таңдап, толығымен барлығын таңдап болғаннан кейін суретте жасап береді. Бірақ суретте қазақша сөздер болса, көбінде қате жібереді. Сол үшін суретті басқа жасанды интеллект арқылы жасаған дұрыс. Енді сіздерге осы жасанды интеллекттің WhatsApp-тағы номерін көрсетейін. Енді осы ChatGPT-дің WhatsApp-тағы номері осындай номер. Осыны терсеңіздер, бас жағына былай қоямыз. +1. Осылай шығатын болады бізде. Мына жерге сақтап қоя саламыз. ChatGPT деп. Қазақша немесе ағылшынша жазсаңыздар болады өз еріктеріңізбен. Енді готово дейміз. Көрдіңіздер ме? Осылай шығарып тұрады. Осы жерге де сұрақтарыңызды толығымен қойып жазсаңыздар болады. Сонымен қатар, ескере кететін тағы бір жайт бар. Сіз ChatGPT-ді өзіңіздің керегіңізге ғана пайдалануыңыз керек, бірақ өзіңіздің жеке данныйларыңызды, сонымен қатар өзіңіздің жеке сырларыңыз болады ғой, соны айтудың қажеті жоқ. Тек оны ChatGPT-ді, бұл жасанды интеллект болғандықтан, өзіңізге қажеттілігіңізге қарай жұмыс етуіңіз керек, нақты тапсырма беріп. Бұл жерде сіз ChatGPT-ға бастықсыз ғой, тапсырма бересіз, ол сіздің тапсырмаңызды орындап береді. Ал сіз оған барып өзіңіздің жеке данныйларыңызды жазып жүрмеңіздер, бұл ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан сондай жерлеріне мұқият болыңыздар. Ал егер комментарийға промот деп жазсаңыз, мен сізге осы ChatGPT туралы нақты қалай тағы да қолдану керек екен, сонымен қатар қандай плюстері бар екен, соның барлығын айтып отыратын боламын. Комментарийға промот деп қалдырып кетіңіз. Мен сізді өзімнің жеке Telegram каналыма қосамын. Лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сонымен қатар қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Менде келесі тағы да пайдалы видеолар болады.